Армысыздар. Бүгін сіздерге Google формада кері байланысты қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін Google Chrome'да біз Google Forms деп енгіземіз. Осы жерден бірінші сілтеме бойынша өтеміз, және де бірінші сілтемені басқанда сіздерде осындай сайт ашылады. Бұл жерде Google форманы құру сайты. Осы жерде сіз Google документ, Google таблица, Google презентация және форма құра аласыздар. Бұл жерде енді сайттың қандай мүмкіншіліктері бар, Google форманы құрған кезде настройкасын қалай өзгертеміз, сол бойынша сіздерге қысқа және нұсқа мәліметтер берілген. Google форманы құратын екі жолы бар. Бұл для личных целей және для бизнеса. Енді біз өзіміздің жеке мақсатымызға қарай Google форманы ашатын боламыз. Осы жерде сіздер Google форманы құрастырасыздар. Бұл жерде енді сіздерге мысал ретінде шаблондарды берілген, және де бұрын құрылған формаңыз да осы жерде сақталады. Мына жердегі мысалдарды бір қарастырып өтейік. Контактная информация дейді. Сіздерге егер де белгілі бір адамның осындай контактный информациясын жинау қажет болған жағдайда, осы шаблонды қолдана берсеңіздер де болады. Бұл жерде аты жөні, электронды поштасы, мекен жайы, телефон номері және комментарийлары берілген. Ары қарай. Енді приглашение на вечерде. Егер де сізде уақытыңыз болмаған жағдайда, дайын осындай шаблондарды қолдана берсеңіздер де болады. Мысалы, аты жөні, келеді ме, қанша адам келейін деп жатыр, және де не келеді дейді бұл жерде мына столға. Осындай қызықты шаблондар Google формада да дайын түрлері бар. Мен сіздерге қазір құрастыратын Google форманың мысалын көрсетіп өтейін. Бұл жерде бізде кері байланыс, яғни рефлексия. Енді сабағымызда білеміз, біз әлбетте сабақтың соңында студенттермен, оқушылармен кері байланыс жүргізуіміз керекпіз. Осы кезде бұл жерге описаниесын жазып кетуімізге болады, және мен нені білемін, не үйрендім, нені білгім келеді, және мен осы сабақты өту арқылы не жасай аламын деген сұрақтарға жауап беру қажет студенттер. Осы жерде қысқаша өздерінің не түсінгендерін жазып өтеді, және де тест ретінде біз сұрақты белгілейтіндей сұрасақ та болады. Енді бұл жерде және де балалардың жауабы да бізге көрінеді, міне статистикасы шығады, және де қалай сұраққа жауап бергендері, не деп жауап бергендері, барлығы осы жерде статистика бойынша көрсетіледі. Диаграммасына дейін барлығы. Студенттерге жүргенде отправить кнопкасын басамыз. Енді осы Google форманы құрастырып көрейік. Ол үшін әрине сіздер осы формадағы, мысалы мына жерде мен настройкасына кірсем, сіздерде егер де тест құратын болсаңыздар, мына жерде тест деген белгішені қосып қоясыздар да, тест құрастырасыздар. Ал біз енді кері байланыс құратын болғандықтан, онда ешқандай өзгерістер енгізбейміз. Және де настроить тему деген бар. Осы жерде Google форманың өзі берілген шаблондарды, яғни түстерді қолдансаңыздар болады. Мінекей мына жерде түстер өзгеріп жатыр. Стиль шрифта берсеңіздер болады. Декоративный деп көрсеңіздер болады. Енді өздеріңіздің дизайн құрастыруларыңызға байланысты. Бұл жерде фон ретінде өздерінің суретті де енгізсеңіздер болады. Мысалы, міне Google Forms өзінің суреттерінде сіздерге ұсына алады. Өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты фондарды қойсаңыздар болады. Мысалы, туған күнге шақырту болса, балаларға, үйлену тойына деген сияқты барлық шаблондар осында берілген. Немесе өзіңіз интернеттен қажетті суретті көшіріп алып, осы Google Forms'ға енгізсеңіздер болады. Мысалы, мен мына суретті алып, осы жерге енгіземін. Және де бұл менің Google Forms бетінде көрінетін болады. Енді бұның арнайы өзінің ұзындығы мен биіктігі бар. Интернеттің жай істеуіне байланысты картинка ашылмай тұр, бірақ біз готово деген батырманы басып ары қарай осы жерде жұмыс істей беретін боламыз. Егер де мінекей бірақ менің суретім, фоным дұрыс қажетті орында көрсетілді. Егер де сіздерге
дұрыс осы жерде көрсетілмесе, қайтадан изображение мына өшіріп, жаңасын өзіңізге қажетті биіктігі мен ұзындықта қойсаңыздар болады. Ары қарай форманың атын берейік. Бұл жерде бізде кері байланыс. Рефлексия деп те атайды. Және де студенттердің осы жерде қандай іс-әрекет жасайды, сол бойынша да описаниясын жазып кетсек болады. Мысалы, студенттердің бүгінгі сабақ бойынша білдім, үйрендім және жасай аламын атты рефлексиясы. Немесе рефлексия жасауы деп қалдырсақ болады. Вопрос без заголовка деген жерде өзіміз қандай сұрақ қойғымыз келеді, соны жазып өтеміз. Мен нені білемін? Сұрақ белгісі. Және де осы жерде сіздерде студенттер мәтін жазу мүмкін, немесе тест болатын болса, жауаптардың біреуін таңдайды, бірнеше жауапты таңдайды, нақты раскрывающий список, загрузка файлов, барлығы берілген, немесе күнін, сағатын енгізу мүмкін. Бірақ біз енді бұл жерде строка дегенді белгілейміз, осы жерге нені білетіндігі жайлы жазуы қажет. Келесі блокты құратын болсақ, добавить вопросты басамыз. Келесі біздің сұрағымыз не үйрендім? Сұрақ белгісі бұл жерде де енді мәтін енгізеді. Және де тағы да бір айтып кететін жағдай, енді сіздің дизайныңызға, өзіңіздің идеяңызға байланысты бұл жерге сурет қоялыз. Өзіміз компьютерден енгізетін болсақ, мына сурет алайын. Және ол интернеттің көмегімен осы Google Forms'қа жүктелуі қажет. Жүктелді. Көріп тұрғаныңыздай бұл үлкен көлемді алып тұр. Енді біз бұны суретті ұстау арқылы кішірейтеміз. Кішірейтіп, кішірейткеннен кейін көріп тұрсыздар, мына жерде 3 нүкте тұр, соны басатын болсақ, бұл бізге ортаға алып келеді біздің суретімізді. Келесі сұрақты енгізейік. Нені білгім келеді? Бұл да бізде мәтін және де сурет. Сурет қоятын болсақ, бұл жерде өзіңізге қажетті суреттерді интернеттен көшіріп алып, фантазияңызға байланысты енгізе бересіздер. Немесе суретсіз де қалдырсақ болады. Осылай кішірейтеміз. 3 нүктені басып, ортаға, мысалы, шетке, ортаға қойсақ болады. Және өшірсек те болады. Бұл жерде мен осы сабақты өту арқылы не жасай аламын деген сұрақ. Бірнеше варианттарды таңдауға мүмкіншілік берейік. Енді менің сабағым сайт құру болғандықтан, сайт құрылысын құруды үйрендім. Келесі. Енді добавить дегенді бір рет шертсек, бізге екінші вариантты ашылады. Сайт құруда HTML плюс CSS тілдерін қолдана аламын. Үшінші сұрақ.
Мысалы, үшінші сұрағы бізде жауабы дұрыс емес болсын, е? Ол JavaScript тілін үйрендім. Енді бұл жерде біз сұрақтардың дұрыс жауабын белгілеуіміз қажет. Ол үшін настройкаға кіріп, тесті деген жерге қосамыз және сақтаймыз. Балл бере аламыз. Әр сұраққа 2 балл деп көрейік. Және де дұрыс жауабын белгілейміз. Дайын. Бұл көбінесе тест құрастырған кезде осы настройкасынан өзгертеміз. Және де дұрыс жауабын белгілеп, студенттер жіберу қажет. Олар мына 2 тақырыпты өтті және мына тақырыпты өтпеді деген статистиканы шығаруымыз керек. Осыны көретін болсақ, мінекей, біздің формамыз дайын. Студенттерге жіберу үшін отправить батырмасын басамыз. Біз бұны электронды почта арқылы жіберсек болады, немесе сілтемесін короткий URL деп алсақ және Ctrl+пен көшіріп, студенттерге WhatsApp арқылы немесе Moodle платформасына салу арқылы жіберсек болады. Ары қарай мына белгі сайт құрастырушыларға арналған, осы кодты алып, өзінің сайттарына енгізе алады. Бүгінгі кері байланыс жасау формасы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.